Саламатсыздар ма, қалайсыздар? Бүгін біз қазақтың шакшукасын жасайтын боламыз. Бізге керекті заттар, яғни 2 жуа, қатырылған қызанақ пен болгар бұрышын қолданамын, және де адам санына қарай жұмыртқаңызды қосасыздар. Ал менімен бірге шакшука жасаңыздар. Қызып тұрған табамызға майымызды құйып аламыз. Мен көз мөлшерімен құйып жатырмын. Өзіме қажетті майымды құйып алдым. Қазір енді туралған жуамды саламын. Жуаны жіңішкелеп майдалап турап алдым. Сонда әдемі, жегенге де әдемі. Осылай қызарғанша қуырып аламыз. Қазір тұзын сеуіп, бетін жауып қоямын. Қызарып, алтын түсті болғанша қуырып аламыз жуамды. Сонда әдемі дәмді болып шығады. Пиязым жақсылап қуырылды. Бір араластырып жібереміз жақсылап тағы да. Енді болгар бұрышымызбен қызанағымызды салам. Мен қызанақты қабығын алып тастадым. Қатырылған қызанақтың қабығы деймін, тез алынады. Негізі мен күзге таман барлық қатыратын болгарскийімді қатырып аламын, помидорымды, жаз айларында шие қатырып аламын компот жасағанға. Бұйықта алдағы уақытта қатыратын нелермен де бөлісетін боламын. Қалай қатыру керектігін, қалай бір-біріне жабыспай қатырылатынын барлығын сіздермен бөлісіп отыратын боламын. Томат пастасын қолдансаңыздар да болады. Мен бірақ томат пастасын тек бірақ тамаққа ғана қолданамын. Ол да чечевичный супқа ғана пайдаланамын оны да. Бұлайша уақытта мен осындай қатырылған қызанақ пен болгар бұрышын қолданамын. Жақсылап қуырылғаннан кейін бетіне жұмыртқасын салатын боламыз. Жақсылап қуырыла берсін. Біздің жуамыз жақсылап қуырылды. Енді қазір осының үстіне жұмыртқамызды салатын боламыз. Мен 3 қана жұмыртқа қолданамын. Өйткені бізде таңғы ас ішетін 2 кісі ғана. Бізге осы жұмыртқа жетеді. Бетіне тұзымды сеуіп жатырмын. Тұз сеуіп, қазір жұмыртқалардың сарысын аздап жарып жіберемін. Сонда бір кеткі әдемі болып пісіп шығады. Енді жай отта бетін жауып бұқтыратын боламыз. Біздің шакшукамыз дайын болды. Мен бетіне әсемдік үшін көк жуадан себемін. Сіздер де жасап беріңіздер. Өте дәмді, тез дайындалатын таңғы ас. Қазір мен жегенге ыңғайлы болу үшін тарелкаға салып аламын. Қыздар, міне менің шакшукам дайын болды. Жылдам әрі тойымды дәмді астың бірі. Таңғы асқа жасап берсеңіздер, аз уақыттың ішінде өте дәмді тойымды ас дайын болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, маған лайк басып, ұнаса комментарий қалдырып, қоңыраушаны баса кетіңіздер.